негізгі тақырып балаға не үйретеміз? Ертең дүниеде өкінбейтіндей, балаңыз Алланың алдында күнәға батып қалмайтындай не үйретуге болады? Соларды тізбектеп келе жатырмыз. Соның біреуі ең бірінші өзіңіз үйреніп, оған балаға үйрететін ұлы бір қасиетті айтқым келіп тұр. Бұл Құдайдың берген нығметін шашпау. Араб тілінде тәбзир деп айтылады. Қазақша ысырап десек түсінікті болады. Біз енді тәбзир деген сөз көп қолданбайды. Араб тілінде тәбзирді де исрафты да екеуін қолдана береді. Біреуі мүлікке қатысты, біреуі уақытқа қатысты, құнды нәрсеге, біреуі жаңағы материалдық емес нәрсеге айтылады. Бірақ қалай болғанда да екеуін бір сөз, бір мағынада қолдана береміз біз. Бұларға қарама қарсы дүниені иқтисад дейді, ортасын пайдалану, яғни киімде, тамақта, уақытта, күнделікті қолданған нәрсені ысырап етпеу. Яғни үлкен кісілер қолды жуған кезде үнемдеуді үйретіңіздер. Балаңыздың болашағы бақытты болуын қалаған ата-ана балаға ысыраптан қайтарып үйретіңіздер. Балаға нанын жеп істеп бітіруді үйретіңіздер. Алдына түсіп қалған қоқымды теріп өзің же, оған балаларыңа дүние байсың сен. Бай болса да солай істеп үйре. Байлығың байыған үстіне байысың. Миллиардер боласыңдар. Кішкентай нәрсені құрметтеп бағалаған адам үлкен тұтқалар ұстайтын болады. Қазіргі бақуатты болғандардың бір қасиеті, мен өзім көріп жүргендердің ішінде, сөзсіз қасиеттерінде сондай дүниені ысырап етпеу дүниесі бар. Яғни суды, су ішсе мысалы, суды до конца ішіп тастайды, қалдырмайды. Неге? Ысырап болмасын дейді. Дәрет алған кезде суды шорылдатып ағызбайды. Алдында тістеген нанын жеп бітіреді, уақытын босқа өткізбейді. Осы нәрселерді жинаған адам сөзсіз өмірде успешный болады. Құдайдың алдында ол адамның дәрежесі көтеріледі. Балаңыз нанды жеп бітіріп, оны қалай істейді ол? Әке шеше солай істеу керек. Әке шеше ысырап қылмай, бутылка даже, мысалы мусорды айтайын. Мусор тастағанда пластикке, ағашқа, қағазға салған адамның өзінің балаңызға қарап, бір рет көрсетіңізді қарап отырыңыз. Егер балаңыз сіз айтқандай ысырап жасамаса, орнына қоятын болса, онда, енді, грубо айтсам, спокойно өле берсең болады. Өйткені сіз ең негізгі өмірдегі Құдайдың берген нығметін балаға үйретіп кеттіңіз. Бұл деген сөз, балаңыздың өмірі берекелді болады. Алла тағала бақ дәулет бұны іздеп келетін болады. Біз бәріміз бақ дәулет іздеп жүрміз. Мына жақтан берген дүниемізді шашқандықтан бақ қонбайды. Мен университетке кездесуге бардым. Айтпай қойын, қай университетке екен бардым да, балаларға ата-ана туралы айтылу керек болды. Ата-ана туралы айтымда телефондарыңыз көрсетіңіздерші дедім. Балалар телефоны мақтанып көрсетті. Чехол кимеген балалардың барлығын айттым, әке-шешені сыйламайсыздар, ысырап етесіздер. Неге дейді? Ой, сен дүние таппағаннан кейін, әке-шешең өліп тапқан дүниені сендер чехол кигізбей, қалай болса солай ұстағаның, бұл ысырап болады, оған байымайды. Бала кішкентай кезінде чехол ұстап, қадірлі, ұқыпты дейміз ғой, орысша прилежный. Сол прилежный болып ысырап қылмай, мынау менің әкем алып берген, шешем әкеп берген дүниені қадірлеп чехол қойып, мына ручканың, мына колпачогын кигізіп үйренген, мына краска кеуіп көтпес үшін осы кішкентай нәрсені бағалаған адамға Құдай бақ та береді, дәулет те береді. Оған ең негізгісі, бақ дәулет бәріне бере беруі мүмкін. Ең негізгі білесіздер міне, бақ нәрсе, бақ тұрақты болады. Қолында тұрақты тұрады. Баққа жеткен адам көп, бірақ ұстап қалмаған адам көп. Қазақ халқы айтады, дүние таппаған еркек болмайды дейді. Дүние таппайтын еркек болмайды, оның құрарын айт дейді. Сол құрайтын әйел болатын болса, үйленбеген адам не құрайды? Онда ысырап етпеу құрайды. Әйеліңнің өзі салақ болса, киімнің үстіне киім, ақ көйлекке көк көйлек, сары көйлекке фиолетовый туфли кие беретін болса, қайта. Мен моданы айтып жатқан жоқпын, трендті айтып жатқан жоқпын. Ол басқа нәрсе. Адам трендтен қалмау керек. Бірақ трендтен қалам деген нәрсе болғанның үстіне бола берсе, төмен түсіп кете бересіз. Миллиард тапсаң да бітеді, миллион тапсаң да бітеді. Сондықтан Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның әйелі Маймун анамыз жерден нанның қоқымын теріп жеген кезде не үшін бұлай істедіңіз дегенде, Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам және Алла тағала ысырап еткендерді сүймейді. Инна мубаддирина кану ихуана шайтан. Шайтанға туыс боласың. Қараңызшы, намаз оқымасаң шайтанға туыссың деген жер жоқ. Адам өлтірсең, шайтанға туыссың деген жер жоқ. Бірақ ысырап етсең, Құдайдың берген нығметін қадіріне жетпеу, бағаламау болса, сен шайтанға туыс болдың деген сөз айтылады. Бұл қандай аят бұл кәдімгі Құрандағы. Сол үшін балаларыңыз бақытты болсын десеңіз,
рызық нәсібі басында мол тұрсын десеңіз, ысыраптан балаңыз шақырып қайтарыңыздар. Өзіңіз, мысалы біздің аналарымыз, мына әйел кісілер, баланың тамағын бүйтіп жеп қояды, нанын жеп қояды. Сол дұрыс, баламдікі ысырап болмасын. Құдайдың берген, сіз қадіріне жетіп аласыз. Бірақ балаңшы, сіз соны жегеніңізді хотя бы балаңызға көрсетіңіз. Балаңызға көрсетіңіз. Көрсін. Көрген кезде тәрбиелі іс болады. Бұл Алланың берген жақсылығы бар. Енді табзирдің, ысыраптың, яғни 7 нәрсесін жеке айтуға болады. Соның біреуі тамақты тастау. Артық тамақ желінбесе, немесе сатып ала беруі. Қонақ күткенге кірмейді бұған. Ана көп қонақ күткенге кірмейді. Өйткені қонақ күту ол ниет болады. Баланың тәрбиесі екенін қайдан көруге болады дегенде, ысырап етпеген бала, әсіресе қыз бала, бұл еркекті бақытты қылады. Мені тыңдаңыздар, мына үйленбеген балалар. Жаңағы айттым ғой, екі қасиеті. Таза болған қыз сені бақытты қылады, оған ысырап етпей үйленген қыз, тамағын соңына дейін жеп қалдырмай пайдаланған қыз сені бақытты қылып, бұл дүниеден сені байғымайынша өлмейді ондай әйел. Сондықтан салақ болған әйел сені кедей қылып, қайырғы шығымайынша өліп кетпейсің сен бұл өмірден. Құра алмайсың ешқашан. Енді одан ажырасып кетіп жүрмеңіз. Бірақ қалай болғанда да әйел адамның мынау кішкене экономный дейміз ғой. Мен сараң деген сөз айтып отқан жоқпын. Екеуі екі бөлек дүние. Бізде адамдар сараңдық пен сарамжалдық деген сөз бар. Яғни мынау үнемділіктің ортасын айырып біліп алуымыз керек. Сондықтан үнемді болған әйел еркекті байғымайынша қоймайды. Сондықтан бұл өмірде Алла Тағала баланың тәрбие алған, тәрбие алмағанның көрінісі ысырап етпеген. Еркектің дүниесін күтіп, мысалы кейбір еркектер мені тыңдап отқан, күйеуі сенің әйелің сенің киіміңді үтіктеп, қарап, ескі нәскиіңді күтіп, баптап, тамағыңды дұрыс қойып, сені баптаған әйел сені байғымайынша қоймайды бұл өмірде. Еркек қанша жерден мықты болса да, таң намазы кезінде жабу керек па? Миллион рет айттық, Динар, таң намаз кіргенде ауыз жабылады. Оны білмеймін, бұған қандай философия керек. Сондықтан да, енді көп дұрыс қой, мен айтып жатқан нәрсені бұрмалап тықпай тұра тұрыңыздаршы сұрақты. Ұнамаса шығып кете беріңіз. Ертең айтамыз, Құдай қаласа сіздің сұрағыңызды. Мен ойымды бұзып, содан кейін барып аңдығандар, оны бүйтті, шетті, шатысты деген мәселе. Қазақтың қызы онсыз да шүнеміз. Жоқ, ондай емес. Бәрі ондай емес. Мүмкін сіз көрген солай шығар, мен көргендердің дерлігі ондай емес. Сондықтан, егер үнемшіл болғанда бұл сөз айтылмайтын еді. Ол оны өзінше пысық болғанмай ақ қойыңыздар. Мен көріп тұрмын, мен бар нәрсе айтып отырмын. Сондықтан, суды іштіңіз, до конца ішпей төк тастадыңыз ба, біріңіз кедейлік сізге жақын. Осыдан ақ қарай беріңіз. Бірақ өткенде бір үнемшілдік қылу керек деген сөзде баяғыда бір айтып еді, бір жерден естіген ғой, әжетханада, ақымақтық деп айтамыз оны, әжетханада бачок бар ғой, сливной унитаздың, сол жерде 5 литр су болады екен. Сол 5 литр суды ысырап қылмайым деп, аптасына бір рет ағызсаң зәріңді, үйің сасып қопсып кетпей ма? Яғни бұл ақымақтық болады. Тура сол сияқты мәселе осы да айналып кетейін. Біз білетін нәрсе, ысырап қылмаңыздар. Ысыраптың мына тоймай қалдым деп отырсың ғой, сол тойғанның үстіне тамақ жеудің өзі ысырап болады. Аштан өліп қалмайсың ғой. Тойған үстіне тамақ жей бермеңіздер. Бұл денсаулықты да құртады, нәсібіңді де азайтады. Көп адам айтады ғой, тапқаным жетпей жатыр деп. Кішкене экономдашы. Бір жігіт үйленіп, кедей болып тақырға түсіп қапты. Содан кейін ажырасып, әйелін бағамай, әйелі кетіп, ортада 5-10 жылдан кейін қайта үйленіп, байымақты көр 3-4 үй сатып алған екен. Сосын бәрі сөйтті, сен анада әйелмен үйлендің, кедей болдың, мына адам болдың, байдың. Неден десе, әйелім тамақ істегенде кішкентай ғана істейді депті, мына кейінгі әйелім. Жетпей қалады, қарымыз тоймай қалады, жатып сөйтіп құралдық деген екен. Бірінші әйелім бір кастрюль, бір қазан тамақ істейді, шетін жейміз, қалған мусорға төгіп тастаймыз деген екен. Сөйтіп кедей болып тақырға отырып қалдым деген екен. Құрметті Құдайдың берген нығметін пайдаланушы азаматтар, балаңызға бақытты қалайсыз ба? Осыны үйретіңіз. Наныңды бітір, ысырап қылма балам деп әбден үйретіңіз. Нанның қоқымын шашпаңдар, теріп алып торғайға тастаңдар деп өспеп педіңіздер. Совет өкіметінде нан бұлай болды. Неге соны үйретті біздің аталарымыз? Наннан көп нәрсе жоқ еді. Неге соны үйретті? Өйткені бұның түбінде ұрпақ тәрбиесі бар. Ұрпақ тәрбиесінің патологтарының біреуі ол ысырап етпеуді үйрену.
үнемшілдікті үйрену. Ертең келеді бір түк болмайтын күн келеді. Ақшаң қазір көп па, той демей, жинап қой ертең. Банкқа қойып қой, крайний случай. Ертең күні бітеді сол ақша сенде. Бір күн ақша таппайсың. Сол кезде кімге келесің? Маған келесің ба? Өкіметке барасың ба? Жоқ, біреу жамандайсың ба? Сондықтан бар нәрсеңізді жинап қойып қойыңыз. Жарайды, сіздің өзіңе жарайды, ұрпағыңа жарайды. Сондықтан Алла тағала бай қылуды қалаған адам, бай болғысы келген адам дейді. Ысырап қылмасын дейді. Алла ысырап еткенді сүймейді. Сіздерден кім бай болуды қаласа, қазақтың салтындағы сөз бізге өмірлік үлгі берген балаларымызға. Қандай? Балаңызға жалап, ішіп, жамап, кию дейді. Мемлекет басқарған Омар деген халифа үстінде 8 жерден жамақ көрдім дейді. Енді мен жамақ ки деген сөзім емес, бірақ киімді соңына дейін киіп, кимесеңіз қадірлеп, баптап, бүктеп қойыңыз. Маған мешітке киімдер алып келеді. Кейбір адамдар алып келген кезде үтіктеп, тазалап, көрініп тұрады, Құдай бір ырыс берген адамдар. Сондай алады. Соқты бір үстіне қазір біздің үйде не көп? Шкафты ашсаң киім қойды үстіңе. Соншама киімнің көптігі. Тағы да түгімі жоқ дейді. Сондықтан ақшаңыз бар болса сақтап қойыңыз. Ертең күн келеді. Инвестиция қылыңыз, білмеймін. Салыңыз жақсылыққа. Балаңыздың оқуына салыңыз. Бірақ тағы да айтамын. 40 жас, 50 жас, 60 жас той дегенді қысқартайық біз. Сонда бір дұрыс балаларымыздың болашағына, оқуына, білмеймін, ақшаң көп болса шетелге барып кел. Ел көр, білмеймін, Таиландты көр, маған сен кәпірді болсан, бір мұсылман жоқ елге барып кел. О, тоба, мен аналардың жеген тамағына қарап тоба дедім деген болады. Индияны көр, білмеймін, әйтеуір жақсылыққа бет бұрыңыз, кітап оқыңыз, пайдалы нәрсеге үйреніңіз. Кетанол салсам бола ма? Көріп қалдым, болады. Оразаңызды бұзбайды. Алла, мына хадис құдсимен айтқым келіп тұр. Алла пенденің ризығын тоқтатады, кемітеді нәсіпті. Қашан? Пенде ысырапқа кірген кезде, үйдегі бала ысырапқа кіргенде, үйдің нәсібі тарылады. Үйдегі әкенің нәсібінің жолының жүруі балалардың ысырап етпеуінде болады. Құрметті жастар, папамның бай болсын, папамның тапқаны büyüsün десең, ысырап етпе. Мына карандаш, ручка до конца жазылып, мына қалпашогын кигізіп, телефонға чехол киіп, суды төкпей, нанды ысырап етпей, тамағыңды толық жеп, ішкен сорпаны толық ішіп, енді жалап ішіп кейсең, онда да Құдай берді саған, бір жақсы халге жеткеніңіз. Үйленетін балалар қыз тазалап жегенін көрсең, тазалап жегеннен кейін өзінің мусорын жинап апарып, мусорный қоқыс ящикке тастаған көзіңді жұмда, түрі онша бұжыр болса, бетімен сияқты үйлене бер соған, жаман болмайды соған. Соған тиіп ал, соған барда тиіп ал. Сол мынандай қыз болады сол. Үйленіп ал дегенім. Неге? Өйткені таза болған қыз сені байғымайынша қоймайды. Ысырап балаларыңды дұрыс тәрбиелейді. Сондықтан Алла баршаларыңызға разы болсын, екі дүниенің жақсы болсын. Береке тек қана үнемшілікте, ысырап етпеуде. Балаңыздың берекесі де ысырап етпеуінде. Балаларыңызды ысыраптан қайтарыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.